жаңа дуаны қалай жасалғанын білуге болады. Тәсілдері көп қой негізі. Оның бірі, бір уыс тұзға аят күрсіні оқып, 2 рет оқисыздар. Үйге қарата емес, үйден шыққан кезде көшеге қарата, Алладан шын ниетпен тілеп, келген зияндар өзімен кетсін деп тұрып, жаңа тұзды шашамыз. Бір уыс жеткілікті. Егер жаңағыдай домда тұрам, этажнеңде тұрам дейтін кісілер болса, соны ниет қылып, жай ғана бір шаша салса бүйтіп, үлкен бүйтіп шашудың қажеті жоқ. Қолынан бүйтіп тастай салып ырым қылса болды. Бірақ ниет қыламыз, келген зияндар өзімен кетсін деп. Аят күрсіге 2 реттен оқып, 1 рет дем салса жеткілікті. Содан кейін достар, көп күмән деген нәрседен арылу керек. Өйткені ең мынау жаңа ырым жасалған кезде сол нәрсеге сенім болу керек. Жалпы әр нәрсеге сенім болу керек. Сонда результаты да тез болады. Сол істелген зиян болса қайтады, немесе қысылады, немесе звондағыш болады, немесе үйге келгіш болады. Бірақ сіздерге белгісін береді. Осы нәрсені жиі істеп жүріңіздер. Егер зиян жоқ болса, оның ешқандай зияны жоқ. Егер болса қайтады, белгісін береді. Сондықтан осы нәрсені жасаңыздар. Жасағаннан кейін комментария жазыңыздар. Өйткені қазір дуакерлер көп. Толық видео алам дейтін болсаңыздар, профильде YouTube каналы бар. Жаңа дуаны қайтаратын дұғалар бар. Сағаттап тыңдасаңыздар да 100 рет тыңдайсыздар ма, 1000 рет тыңдайсыздар ма, видеоны салып қойдым, қайта тыңдай берсеңіздер болады. Сосын онлайн ем жүре ма деген кісілерге дуа ешқашан бетпе-бет жасалмайды, ол сырттан жасалады. Фотомен жасалады, басқа да нәрселермен жасалады. Сондай екен, онлайнда Құдай бұйырса ем жүреді достар. Ниеттерің қабыл болсын, бойларың тазарсын, дұшпандарың тек жеңілсін. Өйткені дұшпан сондай нәрсе, сенің құлап біткеніңше барын салатын нәрсе. Барын салып, сондай бір іштар адамдар болмасын деген оңбасын. Құдайдың қалауымен бойларың тазарсын. Лайк достар, осы видеоны сақтап қоямыз, бір қолдау, тіркелуді ұмытпаймыз. Бұйырса, қандай да сұрақтар мазалайды, комментарияға жазамыз. Поделиться етуді ұмытпаймыз. Баршаларыңа күн қайырсын берсін Алла.